Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы табақта 5 алма. Тема урока в тарелке 5 яблок. Бірінші тапсырма. Суретке қара. Алмаларды сана. Первое задание. Посмотри на картинку. Посчитай яблоки. Неше алма? Сколько яблок? 1, 2, 3, 4, 5. 5 алма. 5 яблок. Екінші тапсырма. Тыңда. Қайтала. Второе задание. Послушай. Повтори. 1 алма атама, 1 алма әжеме, 1 алма анама, 1 алма әкеме. Екінші тапсырма. Тыңда. Алманың суретін сал. Второе задание. Послушай. Нарисуй яблоки. Табақта 5 алма, қолымда 2 алма. Қосқанда барлығын болады неше алма? 1 алма атама, 1 алма әжеме, 1 алма анама, 1 алма әкеме. Нешеуін алады, нешеуі қалады? Алмаларды сана. Дети, посчитайте яблоки. Балалар, демалайық. Қолды белге қояйық. Басты оңға бұрайық. Басты солға бұрайық. Бір отырып, бір тұрып. Бір отырып, бір тұрып. Біз демалып қалайық. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.